Сметанник пирогын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен ұн разрыхлителімізді ыдысқа салып аламыз. Оның үстінен қантымызды қосамыз. Май комнатный температурада және жұмсақ болу керек. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз осындай құрғақ болғанда үстіне комнаталық температурада бір жұмыртқаны қосып жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Оны целлофанға салып, холодильникқа 10 минутқа қойып қоямыз. Ыдысымызға 20% қаймағымызды саламыз. Барлығы жылы бірдей температурада болу керек. Комнаталық температурада. Үстіне қант, 4 жұмыртқамызды салып, тек венчиктің көмегімен араластырамыз. Қатты ұзақ араластырмаймыз. Бұл жерде мүлдем миксерді қолданбаймыз. Тек осы венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қоспаларымызды жақсылап араластырып алғаннан соң тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, оны пирогтың формасына жайып алғаннан кейін духовкада асты-үсті режимінде шамамен 170-180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Пирогымызды духовкадан шығарып алғаннан соң оны әбден суыту керек. Пирогымыз әбден суығаннан кейін пирогымызды 1-2 сағатқа холодильникқа қойып суытып алуымыз керек. Әйтпесе ол туралғанда жұп-жұмсақ болып, әдемі болып туралмайды. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.